Сәлеметсіздер балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 2 сынып 126 сабақтың тақырыбы сан есім. Бүгін барлық тапсырмаларды, жаттығуларды орындайтын боламыз. Мәтіннен сан есімдерді табамын, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамын. Мәтінді түсініп оқы. Сәлем, Азат. Сәлем, Самал. Азат, сен қаламызда салынған метроны көрдің бе? Иә, көрдім. Маған метро ұнайды. Метро 11 бекеттен тұрады екен. Оның 5-еуі тереңде орналасқан. Пойыздар әр 7 минут сайын жүреді. Пойыздың іші таза әрі жайлы. Рахмет, Азат. Мені қызықтырып қойдың. Міндетті түрде барып көремін. Жұмабай, Қайранбай. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Мәтіннен сан есімдерді тап, оларға сұрақ қой. Азат, сен жаңадан салынған метроны көрдің бе? Метро қанша бекеттен тұрады? Оның қаншауы тереңде орналасқан? Пойыз қанша минут сайын жүреді? Сан есімдер 10, 1, 7. Лайк басып, подписка кнопкасын басып, мұқият соңына дейін қарап отырамыз сабақты балалар. Ал 24-ші жаттығу өлеңнің алғашқы 4 жолын көшіріп жаз. Сан есімдердің астын сыз. Бір топ бала туғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Санайын бір ал сені, бала саны қанша еді? Сұлтан Қалиұлы. Өлең саған ұнайма? Өлеңдегі сұрақтың жауабын тап. Сан есім 1, 10, 5, 3. Өлең маған ұнады. Баланың саны 5. Ал келесі 25-ші жаттығу сенің туған өлкеңде не бар? Дәптерге жазғанда сол барларының тұсына плюс белгісін қойып, не жоқ оның тұсына минус белгісін қой. Жоқтарын өзің қосып толықтыр. Не өзен, көл, тау, орман, жазық дала, зауыт, метро, стадион, мұражай, су бұрқақ, кітапхана. Өзен бар, көл жоқ, тау бар, орман жоқ, жазық дала бар, зауыт бар, метро бар, стадион бар, мұражай бар, су бұрқақ бар, кітапхана бар. Ал балалар 26-ші жаттығу саған алдыдан бір қонақ келді дейік. Сен оған туған өлкенің қай жерлерін көрсетер едің? Ал оның туған өлкесі туралы не білгің келеді? Осындай сұрақтар арқылы бір-біріңмен сұхбаттасыңдар. 27-ші жаттығу ребусты шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Ребустың шешуі бір қазан орманда мекендейтін құс.